Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өткен сабақтарды қайталауды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып өткенді бекіту, ауаны ластанудан қорғау. Бұл математика пәні 109 сабақ, 2 сынып. Бұл сабақта жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табуды үйренесің. Балалар, егер сендерге менің каналым ұнап жатса, өздеріңе пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойсаңдар болады. Себебі, егер де қоңыраушаны басып қойсаңдар, менің жаңадан шыққан видеоларымды жібермей, үзбей көріп отыратын боласыңдар. Бүгінгі видеоны менімен бірге соңына дейін тамашалаңдар. Бірінші тапсырмаға қарайық. Ауаның ластану көздерін ата, өрнектерді мәнмен сәйкестендір, өсу ретімен айт. Балалар, мына жерде 4 түрлі сурет берілген. 4 суреттің 4-еуінде де ауаның ластану жолдары көрсетілген. Енді астына қарасақ, мына жерде шеңбер берілген. Сол шеңберде әртүрлі түспен қай ластану көзі ең жоғары орында тұр, соны айтылып көрсетілген екен. Қараңдар, сары түспен белгіленген. Бұл ең көп ластану жол екен. 4 пен 9-ның көбейтіндісі 20-ға қос дейді. Бұл жерде теңдік 56 болып шығады. 56 бұл жерде бізде көліктер екен. Яғни ауа ең көп ластанатын жолы бұл көліктердің, автомобильдердің түтінінен жаңағы қатты ластанады екен. Одан кейін екінші кезекте өндірістік ластану тұр екен. Екінші кезекте бізде бұл бізде 17. Бұл бізде өндірістік ластану қызылмен белгіленді. 4 пен 3-тің көбейтіндісін 5-ке қос дейді. Бұл бізде өндірістік завод, фабрикалардың түтінінің әсерінен ластанады екен. Одан кейін бізде өндірістік тұрмыстық қалдықтар, яғни күнделікті қолданатын қоқыстардың әсерінен ауа қатты ластанады екен. Тұрмыстық қалдықтар бізде көк түспен белгіленген. Ол 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16-ға тең болады екен. Сосын ең соңғы орында табиғи ластану. Яғни бұл бізде табиғи ластану бізде жасыл түспен берілген екен. 2 мен 5-тің көбейтіндісіне 1-ді қос 11 болып шығады екен. Жақсы балалар, ауа неден ластанатынын білдік, е? Жалпы ауаны үнемі қорғап, таза ұстауға тырысу керек. Себебі ауаның ластануы біздің өзіміздің денсаулығымызға зиян. Яғни өздерің жалпы бір ғана мысал айтайын, қатты түтін шығып тұрған бір кішкене түтіннің жанында отырып қалсаңдар, тыныстарың тарылып, жаңағы өздеріңді ыңғайсыз сезіне бастайсыңдар, иә? Сондықтан да ауаның жаңағы маңыздылығы өте зор екен. Жақсы балалар, ары қаратай келесі екінші тапсырмаға көшейік. Карточкалардағы өрнектерді пайдаланып, тура және тура емес теңдіктер құрастыр дейді. Мына жерде бірнеше карточка берілген екен. 8 түрлі карточка. Осылардан тура және тура емес теңдіктер құрастыру керек. Тура теңдіктер дегеніміз ол тең болып шығады, иә? Екі жағы да, екі басы да, теңдіктің екі басы да, екі жағы да тең болып шығады. Ал тура емес теңдіктер деген бір жағы үлкен, бір жағы кіші болып шығады екен. Енді қараңдар, 17-ге 5-тің қосындысы, 17 мен 15-тің қосындысы және 8 бен 4-тің көбейтіндісі, бұлар тең екен. Бұл тура теңдік екен. Келесі 9 бен 4-тің көбейтіндісі 70-тен 34-тің азайтындысы, бұлар тура теңдік. 30-дан 12-ні азайтамыз, 6 мен 3-ті көбейтеміз, тура теңдік. Келесі 2 мен 9-дың көбейтіндісі 36-ға 34-ті көбейткеннен кіші, бұл тура емес теңдік. Келесі 8 бен 4-ті көбейтеміз, 9 бен 4-ті көбейтеміз, әрине тура емес теңдік. Келесі 30-дан 12-ні азайтамыз, 2 мен 9-ды көбейтеміз, бұл бізде тура теңдік болып шығады екен. Жақсы, келесі 3-ші тапсырмаға көшейік. Есептерді шығар дейді, кересептер құрастырып, оларды шығар. Бірінші А есебін берілген. Автокөлік бір жұмыс күнінде ауаға шамамен 9 кг пайдаланылған газ шығарады. Яғни көрінер ме? Автокөлік. 4 автокөлік бір күнде ауаға неше килограмм пайдаланылған газды шығаруы мүмкін. Енді шығарылуына назар аударайық. Бір күнде 9 кг дейді. 4 автомобиль бір күнде қанша килограмм
жаңағы газ шығарады екен. Енді қараймыз, шешуі 9 бен 4-ті көбейте саламыз, себебі 4 автокөліктікін табуымыз керек. Біз бір автокөліктікі бізге белгілі 9 килограмм. Енді бір күнде 4 автокөлік қанша килограмм уланған газ шығаратынын білу үшін 9 бен 4-ті көбейте саламыз. 4 автокөлік бір күнде ауаға 36 килограмм пайдаланылған газды шығаруы мүмкін екен. Енді осы жаңағы есепке, біз міне жаңағы есепті көрсетіп тұрмын. Енді осыған кері есеп құрастыруымыз керек. Кері есеп дегеніміз не? Мына жерде белгілі болып тұрған дүниені, яғни сол жерін белгісіз қыламыз да, ал бізге белгісіз болып тұрған жерін белгілі қыламыз. Яғни осы есепке кері есеп құрастырамыз. Ол қарандар, міне 4 автокөлік бір күнде 36 килограмм уланған газ шығарады. Енді бір жұмыс күнінде қанша килограмм, яғни жаңағы бір жұмыс күнінде бір автомобиль қанша килограмм жаңағы уланған газ шығарады екен. Ол үшін 36-ны 4-ке бөлеміз, 36-ны 4-ке бөлеміз 9 килограмм. Автокөлік бір жұмыс күнінде ауаға 39 килограмм пайдаланылған газды шығарады екен. Міне кері есеп дегеніміз осы. Ары қарай келесі 3-ші тапсырма. Жапырақтарды өртегенде 1 минутта 3 килограмм зиянды зат бөлінеді. Ол 9 минутта неше килограмм зиянды зат бөледі? Көрдіңдер ме балалар? Жай ғана жапырақтың өртенгеннің өзінде қаншама улы зат бөлінеді екен. Енді қараймыз. 1 минутта 3 килограмм зиянды зат бөлінсе, 9 минутта қанша килограмм? Міне 1 минутта 3 килограмм, 9 минутта белгісіз, яғни 9 бен 3-ті көбейтеміз, 9 минутта 27 килограмм зиянды зат бөлінеді екен. 9 минутта міне. Енді қарандар, дәл жаңағы есепке біз кері есеп құрастырдық. 9 минутта бізде белгілі қылып қойдық, бұл жерде 27 килограмм. 1 минутта қанша килограмм? Яғни 27-ні 9-ға бөлеміз, 3 килограмм. 1 минутта 3 килограмм зиянды зат бөлінеді. Келесі 4-ші тапсырмаға қарайық. Бұл жерде салыстыру өте оңай балалар. Барлығымыз бұны өте оңай шығара аламыз. Сондықтан бұл жерде тек қана сендерге тексеру ғана қалады. Қарандар, жеке-жеке әрбір өрнектерді есептеп отырып, тексеріп көрсеңдер болады. Шығарып, сосын видеодағы шығарылған дайын жауаппен тексерілсеңдер болады. Жақсы балалар, келесі 5-ші тапсырмаға қарайық. Карточкалардағы өрнектерді пайдаланып теңдік және теңсіздіктер құрастыр. Бұл бағанағы тапсырмаға ұқсас, дәл сол сияқты. Осы жерден мен мысалы мына жерде бірнеше теңдіктер және теңсіздіктер құрастырдым. Сендер өз ойларыңнан болғанда міне дәл осы карточкаларды пайдаланып, бірақ сәл басқаша құрастыруларыңа болады. Мысалы 6 мен 3-тің көбейтіндісі 2 мен 9-дың көбейтіндісіне тең. Бұл тура теңдік. 9-ды 3-ке бөлеміз, 12-ні 4-ке бөлеміз. Бұл тура теңдік. 10-ды 5-ке бөлеміз, 8-ді 4-ке бөлеміз. Тура теңдік. Яғни қарандар, тура теңдік деген теңдіктің екі басы да тең болу керек. Мысалы 10-ды 5-ке бөлсең 2, 8-ді 4-ке бөлсең 2. Екі жағы да 2-ге тең, 2 мен 2 тең, тура теңдік. Келесі 10-ды 5-ке бөлсек, 10-ды 5-ке бөлеміз, 2-ні 9-ға көбейтеміз. Әрине 2-ні 9-ға көбейткен жағы үлкен болады екен. 6-ны 3-ке көбейтеміз, 12-ні 4-ке бөлеміз. 6-ны 3-ке көбейткен жағы көбірек болады екен. 8 бен 4-тің көбейтіндісі, 9 бен 4-тің көбейтіндісі. Бұл жерде 9 бен 4-тің көбейтіндісі көп болады. 6-шы тапсырмаға қарайық балалар. Бұл бізде соңғы тапсырма бүгінгі күнге. Егер оқушы өрнектердің мәнін амалдардың орындалу реті бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнек болғаны сол өрнекті жаз дейді. Енді қарандар балалар, бұл жерде мен бірден көрсетіп қойдым сендерге, себебі түсінікті болу үшін. Қарандар, мына жерде А есепке қарасақ, 18-ді 2-ке бөлеміз, 9 шығады. 9 дейді. Енді қарандар, 14-ке 9-ды қосамыз. 23.
Енді қараңдар, бұл жерде міне бірінші амал 18-ге 2-ке бөлу деп тұр. Яғни 18-ді 2-ке бөлуді бірінші қоямыз, не болмаса жақша қаламыз. Бұл жерде жақшаның қажеті жоқ, себебі 18-ге бөлу мен қосу амалы болғандықтан бірінші кезекте бөлу амалы орындалады. 18-ді 2-ке бөліп аламыз, 9, 9-ға 14-ті қосамыз, 23 шығады. Енді а есепке қараймыз, 5-ке 7-ні қосамыз, бұл бірінші амал деп көрсетіп қойыпты. Астында бөлу амал тұр. Себебі енді бұл жерде бізге жақшамен алу керек болады. 5-ке 7-ні қосқанымызды жақшаға алуымыз керек болады. Себебі егер бұл жерде жақшасыз алатын болсақ, 7-ні 4-ке бөлу амалын біз бірінші орындап қоятын боламыз. Сондықтан 5-ке 7-ні қосып аламыз, 12 шығады, 12-ні 4-ке бөлеміз, 3 шығады міне. Дәл осылай орындалады. Келесі Б есебінің өрнегі, бұл жерде де қосу амалы және бөлу амалы. Қосу амалын бірінші орындапты, бөлу амалын екінші орындапты. Яғни қосу амалын біз жақшаға аламыз. Себебі ол бізде бірінші орындалу керек. 15-ке 3-ті қосып аламыз, одан кейін оны 2-ге бөлеміз. 9 шығады. Міне балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.